Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын-есім. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды сын-есімді анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Балалар, берілген буындардан мақалды тауып көріңдерші. Судың да сұрауы бар. Қазіргі оқитын мәтініміздің тақырыбы судың да сұрауы бар деп аталады. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңдар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі арта түсті. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреуінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде суды алыстағы таудан тасып әкелетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақытта есте ұстаған абзал. Балалар, мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Өңір, аймақ, төңірек, алқап. Цистерна, сұйық затты тасымалдайтын үлкен ыдыс. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтінде не туралы айтылған? Судың қадірі туралы айтылған. Судың қадірі дегенді қалай түсінесіңдер? Су тіршілік көзі. Табиғаттағы тірі ағзаның бәрі суға тәуелді. Сусыз тіршілік жоқ. Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Себебі мәтінде тұщы су қорының шектеулі екені айтылған. Сол себептен суды орынсыз ысырап етпей, тиімді пайдаланғанымыз жөн. Балалар, келесі тапсырмада тыйым сөздерді толықтырайық. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жазыңдар. Суды бекер, төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. Суға түкірме. Балалар, бұл тыйым сөздерді естеріңде сақтағандарың жөн. Балалар, берілген тапсырмада бағыт бойынша оқып, жасырынған тыйым сөзді табыңдаршы. Дария жанынан құдық қазба. Балалар, сол дарияда өмір сүретін қандай жануарлар? Балықтар. Мұнда бізге сазан, шортан, тыран берілген. Осы балықтарды жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, салыстырыңдаршы. Сазан тыраннан кішірек. Тыран сазаннан жалпақтау. Шортан тыраннан ұзындау. Мұндағы сын-есімдер кішірек, жалпақтау, ұзындау. Сөз құрамына талдайық. Кішірек, түбірі кіші. Рек жұрнағы жалғанып, туынды сын-есім жасалынып тұр. Жалпақтау, түбірі жалпақ. Оған тау жұрнағы жалғанып, туынды сын-есім жасалынып тұр. Ұзындау, түбірі ұзын. Дау жұрнағы жалғанып, туынды сын-есім жасалынып тұр. Балалар, келесі берілген мәтінді көшіріп жазыңдар. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Бір топ бала жидекті тоғайға бет алды.
сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Балалар, мәтіннен сын есімдерді табайық. Оларды сөз құрамына талдап, негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Қандай бұлттар? Ақша бұлттар. Ақша сын есім. Түбірі ақ. Ша жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Қандай? Әдемі. Сын есім. Түбір сөз негізгі сын есім болады. Қандай тоғайға? Жидекті тоғайға. Жидекті сын есім. Сөз құрамына талдайық. Түбірі жидек, зат есім. Оған ті жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Көңілді. Қандай? Сын есім. Түбірі көңіл. Ді жұрнағы жалғанып, көңілді туынды сын есімі жасалынып тұр. Балалар, бүгін біз сендермен негізгі және туынды сын есімдерді қорытындылаймыз. Өздеріңнің білімдеріңді тексеріп көріңдер. Сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, негізгі сын есім қалай жасалады? А. Түбірден. Ә. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Б. Түбірге жалғау жалғану арқылы. Дұрыс жауабы А нұсқасы, түбірден жасалады. Екінші, негізгі сын есімді тап. А. Көңілді. Ә. Әдемі. Б. Пайдалы. Дұрыс жауабы әдемі. Үшінші, туынды сын есім қалай жасалады? А. Түбірден. Ә. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Б. Түбірге жалғау жалғану арқылы. Бұндағы дұрыс нұсқа Ә нұсқасы. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Келесі, төртінші. Туынды сын есімдер тобын белгілеңдер. А. Жаңа, жеңіл, тәтті. Ә. Бала, ақыл, жұмыс. Б. Сабырлы, таңғы, жаңбырлы. Дұрыс нұсқасы Б нұсқасы. Сабырлы, таңғы, жаңбырлы. Бесінші, мақта бағалы өсімдік. Сөйлемнен сын есімді табыңдар. А. Мақта. Ә. Бағалы. Б. Өсімдік. Дұрыс нұсқа Ә нұсқасы. Бағалы. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер негізгі және туынды сын есімді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.